Пайғамбар деген кім? Соған тоқталайық. Пайғамбар деген Алла тағаланың тарапынан уахи жіберілген, және де оны жеткізу міндет болған, және де оған арнайы шариғат берілген азат адамды пайғамбар деп айтады. Араб тілінде пайғамбар деген сөздің екі түрлі сөз келеді. Расул, нәби. Бұл екі сөз біздің қазақ қоғамында да көп тараған, Баламыздың аты немесе атамыздың аты нәби немесе расул деген аттар бар. Нәби дегенде, расул дегенде елші, пайғамбар дегенді білдіреді. Бірақ та екеуінің арасында кішкене ғана айырмашылық бар. Расул деген Алла тарапынан уахи жіберілген, және де оған арнайы шариғат берілген, оны жеткізу міндеттелген азат адамды айтады, расул деп. Ал нәби дегенге келетін болсақ, нәби дегеніміз Алла тарапынан уахи жіберілген, және де оны адамдарға насихаттау бұйырылған азат адам. Қандай айырмашылық бар? Ішінде, яғни оған шариғат берілмеген. Шариғат берілмеген деген сөз, ол алып келген дінде шариғат жоқ деген сөз емес. Ол оның алдындағы пайғамбардың шариғатын жалғастырушы. Яғни бізде Иса алейхиссалам келген кезде, Иса алейхиссаламның қауымына да Алла оразаны фарыз қылды. Дұрыс па? Ол қоғамда ораза фарыз болды. Сөйтіп, ең соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жіберген кезде, оған жаңадан шариғат берді де, яғни оразаның түрін өзгертіп, басқалай қылып берді. Ал егер де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам нәби болғанда, онда оған ораза Иса алейхиссаламның оразасындай болып жалғаса беретін еді. Көрдіңіз бе? Яғни екеуінің арасындағы айырмашылық не? Тек қана расулға жаңа шариғат берілсе, нәбиге жаңадан шариғат берілмеген. Сондықтан ғалымдарымыздың арасында сөз бар, әрбір расул нәби бола алады, әрбір нәби расул бола алмайды деген сөз бар. Түсінікті ғой? Сондықтан пайғамбар дегеніміз Аллах тағаланың уахиын қабылдаушы, және де оны жеткізуші, шариғат берілген азат адамға не деп айтылады? Пайғамбар, елші деп айтылады екен. Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муслимин, саллу алейhi.